1923 жылы Ақтоғай ауданының Қуаныш ауылында Адамбай атамыздың шаңырағында Кәрібай әкеміз дүниеге келді. Әкеміздің артынан Тарыбай, Елубай, Қуанышбай інілері мен Нұрзада кенже қарындасы ерген. Жастайынан еңбекқор, қайсар мінезімен ерекшеленген әкеміз қиындыққа мойымай өскен. Елді жайлаған ашаршылық нәубеті балалық шағына өз ізін қалдырды. Сол қиын кезеңдерде жігері жанып, төзімділігі мен қайсарлығы қалыптасты. Әкеміз 19 жасқа енді толғанда ел басына тағы бір ауыр күн туды. Ол отан соғысының оты тұтанып, мыңдаған боздақтар отан қорғауға аттанды. Кәрібай әкемізде 1942 жылдың 28 шілдесінде туған жермен, ата-анасымен, бауырларымен қоштасып, майдан шебіне аттанды. Осылайша өміріндегі ең ауыр әрі ең даңқты кезең басталды. Алғы шепте миномет көздеушісі болып жауға қарсы шайқасты. Сталинград қаласын қорғауға қатысып, көрсеткен қайсарлығына майдандағы ерлігі үшін және Сталинградты қорғаған үшін медальдармен марапатталды. Кейін Воронеж, Курск және Беларусь бағытындағы шайқастарға қатысып, ерлікпен соғысты. Курск түбіндегі ұрыстарда жараланып, жауынгерлігіне сай ерлігі үшін медаліне ие болды. Майдан жолы Польша арқылы Германияға дейін жалғасты. Берлинге дейін жетіп, ұлы жеңісті қарсы алған сарбаздардың қатарында әкеміз де болды. Соғыстағы ерлігі 3-ші дәрежелі даңқ орденімен және басқа да наградалармен бағаланды. 1947 жылы туған жеріне оралып, бейбіт өмірдегі еңбек жолын бастады. 1949 жылы тыл ардагері Өкімбаева Сәулебек анамызбен отау құрды. Өмірдің барлық қуанышы мен ауыртпалығын бірге көріп, тату-тәтті ғұмыр кешіп, үлкен әулеттің негізін қалады. Балаларының болашағын бәрінен биік қойған ата-анамыз 7 баласына жоғары білім беріп, өмірден өз орындарын табуына бар күш-жігерін жұмсады. Балаларына өмірінің соңына дейін сүйеу болды. Әкеміз тек өз отбасының ғана емес, бүкіл әулеттің сүйеніші еді. Анасына қамқор болып, бауырларының білім алып, азамат болып қалыптасуына қолдау көрсетті. Қиындықта демеу, қуанышта тірек болып, әрдайым жайындарынан табылды. Әкеміз бен анамыз 40 жылдан астам қаржы саласында еңбек етіп, есепші, бас бухгалтер, экономист қызметтерін абыроймен атқарды. Майдангердің бейбіт күнгі еңбегі де жоғары бағаланды. Тың жерді игерген үшін, ұлы жеңістің 30 жылдығы үшін медальдармен марапатталды. 1980 жылдың 30 желтоқсанында отан соғысына қатысушы куәлігі тапсырылды. 1985 жылы ұлы жеңістің 40 жылдығына орай 2-ші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталды. Әке шешеміздің басты байлығы тәрбиелеп өсірген ұрпақ еді. Әкеміз бен анамызға тағзым ете отырып, бүгінде арамызда өткен бауырларымызды да сағынышпен еске аламыз. Үлкен әпкеміз Шоколад жұбайы Кәрібек жездемізбен Балқаш қаласында еңбек етті. Шоколад әпкеміз санитарлық эпидемиологиялық станцияда қызмет атқарса, Кәрібек жездеміз зауытта абыройлы еңбек еткен. Ағамыз Мұрат Алматы қаласында білім алып, ғылым саласында және жауапты жоғары қызметтерде еңбек етті. Әпкеміз Жанат Алматы қаласында жоғарғы оқу орнын тамамдап, Алматы қаласының қаржы саласының білікті де беделді маманы болды. Қайрат бауырымыз электромеханик мамандығын меңгеріп, туған ауылымызда және кейін Қарағанды қаласында қызмет жасады. Қарындасымыз Күлпат ауданымызда экономист болып еңбек жолын бастап, кәсіби біліктілігінің арқасында бас есепші қызметіне дейін көтерілді. Нұрзатұлымыз еңбек жолын ұстаздық қызметтен бастап, жастарға білім мен тәрбие беру жолында еңбек етті. Бауырларымыздың жарқын бейнесі, адамгершілігі, мейірімімен жасаған жақсылықтары біздің жүрегімізде
мәңгі сақталады. 1986 жылы әкеміз Кәрібай Адамбайұлы өмірден өтті. Әкеміздің ғұмыры аяқталғанымен, артында қалдырған өнегесі бүгінгі ұрпағының жүрегінде өмір сүріп келеді. Бүгінде ұрпақтар мен немере шөберелері ата жолын жалғастырып, елге қызмет етіп келеді. Бұл әкеміз бен анамыздың өмір бойғы еңбегі мен тәрбиесінің жемісі. Рухтарыңызға тағзым.